Сәлемдес физик. Бұл сабақта біз жылдамдық атты физикалық шаманы талдап өтетін боламыз. Тек қана жылдамдық жайлы өткеле жатырмыз. Жалпы жылдамдық дегеніміз не? Жылдамдық уақыт бірлігінде. Уақыт бірлігі дегеніміз 1 секунд өлшемде деп келеді. По факту 1 секунд деген мағынаны білдіреді. Сонда 1 секундтағы дененің орын ауыстыруымен анықталатын векторлық шама дегеніміз дұрыс болатын шығар. Немесе басқаша дененің қозғалу шапшаңдығы деп айта салады. Яғни қаншалықты тезірек шапшаң қозғалады, сол жылдамдыққа байланысты екен. Таңбалану бізде латын әрпімен В әрпімен белгіленеді. Прическасы кішкене оңға қайырылған. Егер бүйтіп қайырып жіберетін болса, ол жиілік болып кетеді, жақсы ма? Егер прическаны оңға қайырып жіберетін болсаң, ол уже жылдамдықты білдіре салады екен. Жазып қойсайын. Одан кейін физикалық шама ол векторлық шама, векторлық деп жазып қоямын. Өлшем бірлігі қ.б.ж.дағы ол әрине метр бөлінген секунд, және өлшейтін құралды біз спидометр деп атаймыз. Спид дегеніміз ол ағылшын тілінен аударған кезде жылдамдық деген мағына береді. Негізде жылдамдық дегеннің мағынасы екі түрі бар. Яғни ағылшын тілінде ол velocity және speed деп келеді. Оның қандай айырмашылықтары бар, сәлден кейін түсіндіріп беретін боламын. Сонымен жылдамдықтың формасы v тең болады, орын ауыстыру бөлінген уақыт болады. Және мында қазір спидометр жазып қойдым, мінекей 20-30. Бұны көп жағдайда сен машинадан көрген болатынсың. Машина міндетті түрде спидометрмен қамтамасыз етіледі деген. Спидометрсіз машина емес ау негізі. Енді қарам, қайталап айтамын, жылдамдық ол векторлық шама және орын ауыстырудың уақытқа қатынасын білдіреді негізше жылдамдық дегеніміз. Сондықтан біздің өмірімізде жалпы жылдамдықтарды қаншалықты көп кезіктіреміз деген сұрақ. Біріншісі ол әрине жаяу жүргіншінің жылдамдығы. Егер жаяу жүретін болсаң, өзің жалғыз жүр, қызбен жүр, жігітпен жүр, бірақ сенің жылдамдығың обычно 5 км/сағат болады екен. Есептеп көрсең болады негізі. Және екінші автокөліктің жылдамдығы 54 км/сағат деп ала қойдым. Бұл қаланың ішінде болатын разрешенный жылдамдықтардың бірі, яғни 60-40 арасындағы. Және ұшақтың жылдамдығы ол 800 км/сағатқа дейін барады екен. Және жарықтың жылдамдығы 3 көбейтілген оның 8 дәрежесін метр секунд. Бұл әлемдегі, яғни бүкіл біздің ғаламдағы ең үлкен жылдамдық осы екен. Яғни жарық жылдамдығынан үлкен жылдамдық әзірге жоқ екен. Кейін тауып жатса, оны да көреміз. Енді осы қарасаң, жерде барлық км/сағатын беріп келдім, ең соңында метр секунд. Бірақ қ.б.ж.дағы оның өлшем бірлігі метр секунд қой. Сол км/сағаттарды қалай метр секундқа айналдырамыз деген сұрақтың. Яғни ол жеке есепте болып келуі мүмкін, бірақ көп жағдайда шынын айту керек, ол есептің арасында болып келеді. Жаңа 72 км/сағат жылдамдықпен қозғалған автокөліктің деп айта салады. Сен оны өзің сразу айналдырып білуің керек болады. Ол үшін қара былай дейді. Км/сағатпен берілген жылдамдықты мәнін метр секундқа айналдыру үшін 3,6-ға бөлу керек дейді. Бүйтіп әдейі гуманитарлар жазып қойдым. Араларында математиктер болатын болса, n км/сағат тең болады n бөлінген 3,6 метр секунд дей саламыз. Сонда мен қазір 36-ны бөліп тастайыншы, 3,6 қанша болады? Калькулятормен бөліңдер. Мынау факт 10 метр секунд болады деген. 36 деген 18 деген 36-ның жарысы, демек мынау 5 метр секунд. Демек мынау 2,5 метр бөлінген секунд. Жаттап алуға кеңес беремін. Егер жаттап алсаң, сен каждый раз есептеп отырмайсың. 54 мысалы 72 деген ол 20 болады. 20 метр секунд. Дәл солай 108 дегенің уже 30 метр секунд. 216 деген 60 метр секунд екен. Қалай есептеп жатқанын түсінікті ғой. Әр 36 км/сағат бұл 10 метр секунд деген мағынаны білдіреді. 72 дегеніміз 2 көбейтілген 36, 108 дегеніміз ол 3 көбейтілген 36. Сондықтан 30 метр секунд дей саласың. Мына жерде егер 18-ді қосып жіберсең, онда 18 км/сағат деген 5 ғой. Демек мынау 15 метр секунд. Мынау дегеніміз сонда 25 метр бөлінген секунд екен. Егер мен 110 мен жүретін болсам трассада, демек мен секундына 30 метр жүріп тастаймын деген сөз ғой. Тез, Ойлашы, 1 секундта
30 метр да уже ары қарай. 216 мен басатындар енді біліңдер, трасса қателік кешірмейді, иә, білесіңдер. Так, енді мына формула қайдан шықты деген сұрақ болса, кейбіреулер бұл формула қолданған ұнатпайды. Сондықтан кейде былай істейді. Ағай, 3,6 қайдан шықты деп отыратындар болады ғой, өзім сондай оқушы болғанмын. Так, былай дейміз. Яғни n километр сағат. Так, бұл дегеніміз n километрде неше метр бар? Дұрыс, 1000 метр бар. 1000 метр бар. Алдында уақытша айтқан кезде 1 сағатта қанша секунд бар деп айттым? Дұрыс, 3600 секунд бар. Әлі жаттамадым, міне, жаттасай. Так, болды. Яғни осылай істесең де болады. Мысалы, мен қазір осы жерден 36 километр сағатты айналдырайыншы метр секундқа. Онда мен 36 көбейт деген 1000 деймін. 1000 метр бөлемін 3600 секундқа. Мына 2-0 мен 2-0 қысқартып жіберемін. 36 мен 36 қысқартып жіберемін. Қалады сонда 10 ғой. Сонда 10 метр секундты осылай да тауып алуға болады. Немесе мына айтылғандағыдай 3,6-ға бөле сал. Қай жол ұнады? Міндетті түрде сен практикалық сабақтар немесе осы видео сабақтың астына отзывқа жазып бер, ал біз келесіне көшеміз. Кейде наоборот болады. Яғни сен есептерді шығарған кезде жауаптарына, яғни А, Б, С, Д жауаптарына километрмен беріп қоятын кездер болады. Сол кезде сен метр секундты километр сағатқа айналдыру керек екен ғой дейсің да. Ол кезде де оңай. Метр секундпен берген жылдамдықты километр сағатқа айналдыру үшін просто 3,6-ға деп көбейте саласың. Сонда мен қазір 20-ға көбейтемін 3,6-ны и ары қарай километр сағат дей салам ғой. Сонда менде қазір 72, өйткені 0-ін берсең 2 көбейтілген 36 ғой. 72 километр сағат дей сала дегенбіз. Міне өте қарапайым, жігіттер қыздар, өте қарапайым, яғни өз есеп болып келмесе де есептің ішінде міндетті түрде келеді, дайын болыңдар. Және осы жерде мен бірден түсіндіріп тастайын. Жалпы негізі ұбт-ның соңғы кездері бізде мынау орын ауыстыру 2 есе артса жылдамдық қалай өзгереді деген сұрақтар негізі көптеп қаптап келе жатыр. Бұл неліктен дейтін болсыңдар, ұбт сұрақтары жаттанды форматтан ойлану форматына өзгеріп жатыр, ал ол зат осы тура кері пропорционал дегенмен сендердің физиканы қаншалықты түсіндіңдер деген сұрақпен бекітіледі негізі. Сонымен жылдамдық орын ауыстыруға тура пропорционал, бұның мағынасы бүйтіп жазып қойсаң, бүйтіп тура қара дейді ғой мен көзіме. Тура қара дейсің ғой, мысалы. Сүміреме басын көтер, тура қара маған дейсің ғой. Сол сияқты мына жерде тура қарап тұр. Так, не істейміз? Мында сонда орын ауыстыруымыз өссе, яғни көп жол жүріп тастайтын болса, немесе көп орын ауыстырып тастайтын болса, онда жылдамдығы да өсу керек деген сөз. Сәйкесінше менде жылдамдығым кемейтін болса, онда орын ауыстыруымда кемейді деген сөз. Бүйтіп жүретін болсам, демек менің орын ауыстыруымда сәйкесінше аз болады деген сөз, дұрыс па? Енді ары қарай келетін болсақ, енді кері пропорционал. Мына жерде бүйтіп жасайын, В тең болады S бөлінген Т. Осы жерде мысалы, менде қазір, егер мен уақытым, яғни өте аз уақытта жүгіріп өтетін болсам, өте аз уақытта, онда мен жылдамдығым көп болады деген сөз. Көрдің бе? Стрелкалар наоборот. Наоборот деген сөздің қазақшасы кері деген мағына береді. Яғни керісінше. Так, егер уақытым көп болып кететін болса, былжырады деген сөз осы емес па? Допустим, мысалы, 5 минутта жуатын ыдыс аяқты 1 сағат жуатын болсаң, капец мамаңның таяғын деп тұрсың ғой, примерно да жай басар деп ше. Шын ғой? Яғни сәйкесінше жылдамдығы аз деген сөз да, оның уақыты көп болатын болса. Бұларды біз байланысты ретінде кері пропорционал дейміз. Міне қара, тура пропорционал болса қалай бар солай өзгереді, артса артады, кемісе кемейді. Ал кері десе, ол аты да айтып тұр негізі. Кері дегеніміз олар керісінше артса кемейді, кемесе артады екен. Міне осындай сұрақтар ұбт-да әлі де көптеп келетін болады. Так, келесі, енді түсіну үшін жаңа мәселені өзіңді елестетіп көрші, мына жерде сенсің. Осы жерде бүйтіп жүгірейін деп атсың. Шашты беріп қояйық бұлай. Өсіріп ағасың ба так. Так, сонымен бір круг жасау керек, яғни мына жермен аяқталайын деп тұр.
мына жерден финиш болып тұр, иә, мына жер старт, мына жер финиш болып тұр. Осы жерге егер мысалы бірінші жағдай дейікші, біріншіде мысалы мына секундомер, если что, бірінші жағдайда сен айталық бір примерно 40 секундта жетіп қойсаң, иә, уақытың 40 секунд болса, жылдамдығыңды v1 деп алсаң, иә. Енді саған айтса, мына нормативпен сен 3 қоямын, короче десең не істейсің? Я, сен, ты что, примерно алтын берге там мен даже до того точно болсында дышыдан 5-ке шығу керек қой, дұрыс па? Айтпақшы, мен 7-ші сыныпта бүкіл пәннің 5, дене шынықтыруына 3-ке шығып кеткенсің, короче. Просто сабаққа ерте барған ғой. И бір классте кіргенмін еще. Кезінде болған, короче, қазір жоқ қой ондай. Сонымен, 3-ке шығып кетпес үшін не істейміз? Біз жылдамдығымызды өсіріп бастаймыз. V2-міз V1-ден үлкен болып бастайды. Ол кезде не істейді? Менің результатым жақсарады, ол мені қайдан білемін? Демек мен сол расстояниені, мына расстояниені не істеймін? 30 секундта жүгіріп өтуім керек қой, примерно. Жақсы ма? Түсіндіре алдым ба? Яғни менің уақытым азайды, бірақ жылдамдығым көбеюі қажет. Чтобы мен аз уақытта ана жерге жетуім үшін қаттырақ жүгіруім керек. Қаттырақ жүгіру керек деген сөз, ол жылдамдығымды өсіру керек деген мағына береді. Жақсы ма? Жылдамдығымды өсірдім, уақытым азайды. Міне осыны кері пропорционал дейміз ғой. Жетті? Так, келесі енді формула түрлендіру келсек. Жалпы, мысалы, өте қарапайым формула болғанменен бұл жерде кішкене пробелдер болып жатады. Қара, бірінші екі түрі болады. Формуланы түрлендіру. Біріншісі ол әрине математикалық әдіс. Мысалы, мына жерде s-ті табу керек болатын болса, мына жерде бөлініп тұрған тымыз мына жаққа көбейтіліп барады деп айтылатын да, естерінде болса, мына жерде векторын салып қояйын, мына жерде векторын салып қояйын. Т-да вектор жоқ. Немесе, мысалы, т болатын болса, мына жаққа көбейтіліп барады. Мысалы, жазып қойсаң, v көбейтемін т тең болып кетеді s. Осы жерде мен т-ны табу керек болатын болса, көбейтіліп тұрған v мұнда не болып барады дейді? Бөлініп барады дейміз, міне осындай формуланы тауып аламыз. Бірақ мен саған айтайын, егер сен кері пропорционал көретін болсаң, онда сен мына жерде т мен v-ны орындан ауыстыра берсең болады. Бұл үшінші әдіс десең болады, жақсы ма? Яғни т тең болып кетеді s бөлемін v деп ше. Сразу есептей салсаң болады неге? Өйткені кері пропорционал болса, орындарын алмастыра бер. Жақсы ма? Жазып алшы осыны. Және үшінші әдіс, ол бізде үшбұрыштар әдісі деп аталады. Вообще кайфовать дейтін әдіс негізі. Вот мынандай әдіс. Допустим, үшбұрыш сап қоясың, үстіне s, астына v мен t-ны, v-ны тап дейтін болса, жасырып қойды карточкамен бүйтіп пық деп. Онда s, мына s бөлу t. Көрініп тұр ма? Егер t-ны тап дейтін болса, онда s бөлу v. Ал егер s тап дейтін болса, v жанында t тұр ғой, значит, ортасында көбейту бар деген сөз. v көбейту t деген сөз. Осында үш әдіс беріп өттім. Формула түрлендіруде міндетті түрде осы үш әдісті де қолданып үйрен. Кейін ұбт-да қайсысы тиімді өзің уже мимен на опытте тез қолданып бастайтын боласың. Так, сонымен осы жерде бір ескерту бар. Баста айтқан болады. Жылдамдықтың негізі speed және velocity. Осы жерде жүрген жол жылдамдығы осы speed деп аталады. Екі. Анау орын ауыстыру жылдамдығы дегеніміз бұл velocity. Кішкене ағылшын білетін білдіріп қоясың, короче. Так, жүрген жол жылдамдығы, яғни v тең болып кетеді s бөлемін t. А мұнда v тең болып кетеді орын ауыстыру бөлемін t. Мына жерде мінеки осылай болады. Яғни мына жерде жылдамдық скалер болуы мүмкін, орташа жылдамдық ретінде, а мұнда ол векторлық болады деген. Яғни орын ауыстыру нөлге тең, бірақ жолы болуы мүмкін да. Мысалы айталық, бір шеңбер айналып келетін болса, онда оның жылдамдығы жаңағы жүрген жол бөлген уақытпен табылады. Бірақ егер орын ауыстыру жылдамдығын табатын болса, ол нөл болып кетуі мүмкін. Жақсы, өйткені өз орнына қайтып келген болады ғой. Міне осындай айырмашылықтар бар, ал ол айырмашылықты сен қайдан білемін десең, сөзінде жазылып тұрады тапсырманың ішінде. Жүрген жол жылдамдығын тап, орын ауыстыру жылдамдығын тап деп. Және бұл сұрақ сәйкестендіру тапсырмасы болып келуі мүмкін. Так, осы жерде кеттік ал. Есеп шартты, Алматыдан шыққан автобус Сарыөзекке деген 180 км жолды 2,5 сағатта жүреді. Жылдамдығын анықтап табылған мәнді қобдишаға келтіреді. Жақсы. В тең болып кетеді
180-ді бөліп тастаймын 2,5-ке. Әрине үстінде километр, астында сағаты бар, Так, мен калькулятор қолданбауға тырысатын әдетім бар. Сондықтан мен 180-ді мұнда 2-ден 5 дегеніміз ол неше? 5 бөлінген 2 ғой негізі. Так, үстін сонда менде қазір 360 бөлемін 5 болатын болса, астында үстінде 2-ге көбейтейін. Мына жерден 10 шығады, мына жерден 360 көбейтілген 2 шығайын депті, мына қысқарады, сонда менде 72 километр сағат екен. 72 километр сағат дегеніміз бағанағы кесте болды, білесің, ол жерде 20 метр секундты. Дәл осы тапсырманы V-ны осылай беріп қояды, 20 метр секундты саған жолын тап деуі мүмкін, немесе қанша уақытта жетеді деп қою мүмкін да. Жекенше сенде жаңағыдай форманы түрлендірген кезде, сенен V-ны сұрау мүмкін, сенен T-ны сұрау мүмкін, сенен S-ті сұрау мүмкін. Тест құрастырушылары бір есепті солай түрлендіре береді негізінде, жақсы ма? База сондықтан кейде айтады ғой, 30%-ке ғана жаңарады деп ше. Отчасти ол кейде рас. Жақсы ма? Так, келесі есеп. Бір нүктеден біреуі шығысқа қарай 30 км сағат, екіншісі солтүстікке қарай тұрақты жылдамдықпен 2 көлік бір мезетте шықса, 1 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қанша дейді. Жақсы, ара қашықтықты тапқан кезде негізі жаңағыдай V-ны T-ға көбейтіп тастаймын, дұрыс па? Енді осы жерде менде V белгісі болып тұр ғой. Біреу айтады шығысқа дейді. Шығыс деген мына жақ. Жоқ. Біреу солтүстікке 40 дейді. Осы мінекей. Біреу шығысқа қарай 30 мінекей. Байқасаң, 30-ды мен 3 оғып белгіледім, 40-ты әрине 4 оғып белгіледім. Маңызды бұл. Енді бұл жердегі V мынау 2, мынау V1 ғой. Жылдамдықтар векторлық шама, сондықтан мен істеймін, ол векторларды қосуым қажет. Ол менде V салыстырмалы болайын деп тұр. Сәйкесінше менде қазір гипотенузаны табу үшін 2 катеттерді квадраттап не істеуім қажет, түбірге алуым қажет екен. Сонда мен айтамын, V1 квадрат қосамын V2 квадрат, және оларды түбірге алып жіберем, көбейтем, тадим ғой. Ал есептей берейік. Негізі Пифагор үштігі деген дүние үйреткен болып есенде болса. Мынау 3, мынау 4. Демек, екіншісі 5 қой негізі. Мен сразу 50 километр сағат көбейтемін 1 сағат деп тең болады 50 километр деп тауып алсам да болады негізі ше. Деп. Бұл Пифагор үштігін қолданып кеттім. Катет 30 болса, одан кейін 40 болса, сәйкесінше менің салыстырмалы жылдамдығым обязательно 50 болуы қажет. Өйткені мына жерде 3, 4 және де 5 деген осындай үштік сақталуы қажетті. Әйтпесе әрине біз 30-ды квадраттап, қосамыз 40-ды квадраттап, уақыт көп қой бізде. Көбейтеміз бірге да. Сағат қой, мына жерде километр сағатпен кетіп жатырмыз екен. Сонда жерден 900 шығады, қосамыз 1600, және олар түбірдің астында көбейтемін 1. Демек, мына жерден түбірдің астында 2500, көбейтемін 1, мына жерден 50 шығады, көбейтемін 1, значит 50-дің өзі шығады екен. Әрине, бұлай да табуға болады, немесе Пифагор үштігімен деп те таба салуға болады екен. Мына жігіттер қыздар, сабағымыздың соңына келіп қалдық. Жалпы негізі жылдамдық жайлы айтқан кезде жылдамдық ол дененің қозғалысы жайлы болады екен. Ал егер дене қозғалмаса ше? Дене қозғалмаса, онда оның графиктерін былай істейді екенбіз. Жылдамдығы 0 болатын жағдай, ол мына жағдай. Жылдамдығы 0. 0 координаттан көріп тұрсын. Және де егер денеміз жол жүрмесе, жол жүрді деген сөз, демек ол либо жоғары кету керек, либо төмен қарай кету керек. Жақсы ма? Мұнда линия болғаннан кейін жолы тұрақты, S тұрақты деген сөз, ол, мысалы, допустим, 5-ші метр ма, 5-ші метрге барда тоқтап, бір сотқа шұқылап қалады ғой, мысалы. Болады, мысалы, пешеходтан өткеннен кейін бір сотқа шұқылап қалатындар болады. Ол дәл сол ғой. Немесе айталық, тоже сам бір жерге барды, и сол жерде тоқтап қалды да. Мына жерден барлығында тоқтап қалған. Тоқтаған. Жақсы? Тежелген емес, именно тоқтаған. Тұр, просто. Жазып қойсаң. Просто тұр. Отыру да мүмкін, жатыру да мүмкін, білмейміз ғой енді әйтеуір. Ең бастысы ол қозғалыссыз. Қозғалыссыз движение жоқ қой, короче.
I like to move it, no move it, короче. Жақсы ма? Так, және де спойлер болсын. Мына жерде қазір қарасына бұл жерде қозғалыс бар енді. Қозғалыс, яғни жылдамдық бар. Және ол жылдамдығымыз, нақты қозғалысымыз алға қарай. Қайдан білдесіңдер? Мына жерде жылдамдықтың мәні нөлден үлкен. Мына жерде нөл бар ғой. Нөлден кіші болса артқа қарай болады, нөлден үлкен болса алға қарай болады. Және бұндай қозғалыс түрін біз негізі бір қалыпты деп айтамыз. Өйткені бізде v константа болып тұр, а v константа болатын қозғалыстарды бір қалыпты қозғалыс деп атайды екенбіз. Мінекей. Бір қалыпты қозғалыс деген не? Оның графиктері толығымен қандай? Оны әрине келесі сабақта айтып беретін боламыз. Сондықтан осы сабақтан кейін сол сабақты бірден көріп өтсең болады. Немесе осы сабақта бірден конспектлеп жазып ал. Келесі сабақта кездескенше.